Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өкінішке орай соңғы жылдары елімізде приватизациялау, яғни жекешелендіру жұмыстары өте қарқынды түрде жүзеге асып жатыр. Оны барлығымыз білеміз, бірақ қарапайым халықтың көбісі қандай нысандар сатылып жатқанын біле бермейді. Жалпы бұл тізім бұқаралық ақпарат құралдарында көп шыға бермейді. Приватизацияның бірінші кезеңі өтіп те кетті. Қазір екінші кезең жүзеге асырылып жатыр. Мен сіздерге көрсетейін дегенім сол екінші кезеңдегі нысандардың тізімі. Яғни сатуға қойылған нысандар, қандай нысандар? Мінекей, құрметті қауым, Яндекстен вторая волна приватизации в Казахстане деген жазуды терсек, топ 65 объектов приватизации деген жазу шығады. Онда кіретін болсақ, мінекейіңіз, вторая волна приватизации деген жазуды көріп тұрсыздар. Яғни жекешелендірудің екінші кезеңі жүріп жатыр. Бұнда тізімде тұрған республикалық меншіктегі, коммуналдық меншіктегі нысандар, национальный холдинг, ұлттық холдингтар, ұлттық компаниялардың тізімі сатылымға қойылған. Төменірек түсетін болсақ, перечень объектов приватизации дейді. Яғни міне тізіміне келдік. Көптеген нысандар сатылып кеткен. 2014 жылы, 2015, 2016 жылда сатылып кеткен нысандар әлі де тұр. Олардың ішінде түрлі институттар, медициналық университет, көптеген маңызды нысандар, оның ішінде ауруханалар да бар, зерттеу институттары бар, ұлттық баспалар бар, тағысын тағы, тіпті авариялық құтқару қызметтеріне дейін сатылып жатыр. Бүкіл республика бойынша бәленбай филиалы бар, бәленбай 1000 адам жұмыс жасайтын мекемелер сатылып жатыр. Бұл тізімдегі әр мекеменің артында көптеген халықтың тағдыры тұр. Жеке меншікке өткеннен кейін олардың тағдыры не болмақ? Бұлар қызмет көрсететін мекемелер болғандықтан ертең бұлардың қызметтерінің бағасы қымбаттайды ғой, жеке меншікке өткеннен кейін. Себебі жеке меншік дегеніңіз ол бизнес. Бизнестің мақсаты пайда табу. Мына тізімді толығымен қарап шықсаңыздар, елімізде ертең біздің бала-шағамызға не қалады деген сауал келеді. Қандай мақсатпен мынандай жұмыс атқарылып жатыр, неге сатылып жатыр бұлардың барлығы? Құрметті халық қалаулылары, билік өкілдері, жаңалықтардан көріп жүргеніміздей, әрқайсыңыз өз жалақыларыңызды асынып 1 миллионға жеткізіп, жаңағындай түрлі әңгімелер қозғалып жатыр. Оның бәрін халық жақсы көріп отыр, біледі. Ал мынандай жұмыстар атқарылып жатқан сіздер де өте жақсы білесіздер. Неге, не мақсатпен сатылып жатыр бұл нысандар? Неге жеке меншікке өтіп жатыр бұның бәрі? Бұған тоқтау бар ма? Әлде сіздер бұған қалайда әсер ете алмайсыздар ма? Халық қалаулылары деген аттарыңызға сай еңбек ете алмай отырсыздар ма? Мен соны түсінгім келеді. Мен бұл видеоны өзімнің атымды шығарайын деп, немесе елдің ішіне іріткі салайын деген мақсатпен жасап отырғам жоқ. Мен Қазақстан Республикасының бір азамат ретінде өзімнің ойымды ашық жеткізуге құқым бар. Сол құқымды пайдаланып сіздерге осындай сауал деуге бола ма, әлде өтініш деуге бола ма, оны өздеріңіз түсінесіздер. Бұл жайлы қандай да бір халыққа ақпар бергендеріңіз дұрыс болады. Кім сатып алып жатыр? Қандай қаржыға, қайдан келген қаржыға сатып алып жатыр? Сол сауалға біз жауап күтеміз.